Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі ұсынатын әңгімеміздің тақырыбы пойыздағы елес деп аталады. Ендеше құлақ салып тыңдап, ең алдымен подписаться етуді ұмытпайық. Әсем үлкен әрі шулы қаладан бір сәтке тынығайын деген оймен пойызға отырып ауылына жол тартты. Карьера деп жүріп тұрмыс құруды да кешеуілдетіп алған жасы 30-дан асқан қыз баяғы қалаға алғаш келгендегідей үркек әрі момақан қыз емес. Қазір біраз нәрседен сабақ алған, бойына әбден тәжірибе жинаған, өзі би, өзі қожа, қаладан 2 бөлмелі пәтерді өз күшімен алып, не ішемін, не киемін деген тұрмыстық проблемалардан әлде қашан өтіп кеткен, қалтасы қалыңдаған, әрі өзі де есейген қызға айналған. Енді бұйырса жақсы бір көлік алып алса, келесі жолы сосын ауылына көлікпен бармақ. Осындай оймен 2 кемпірден басқа ешкім жоқ пойыз купесінен түнгі уақытта шығып, дәретханаға барып, темекі тартпақ болды. Бұл әдетті де соңғы жылдары үйреніп алды. Енді шылымды қоя алар емес. Дәретханаға кіріп шыққан соң, тамбурда тұрып, темекі тартпақ болып еді, қалтасынан зажигалкасын таппады. Осы кезде арқасы біреудің арқасына соқтығысты. Қалай байқамаған, артында шашы жайылған қыз тұр екен, шылым тартып. Алғашында бұл қорқып қалғанымен, кейіннен темекі иісін сезіп, ол да мен секілді мұрны қышып шыққан қыз екен ғой деген оймен одан оттық сұрады. Әлгі қыз бұған бұрылды да оттығын жақты, бірақ тұтанар емес. 2 рет жақты, тұтанар емес. Бірақ бұл жолда тұтанбады. Бұл аузындағы сигарет талшығын енді қолына алып, ылғал емес па деп қарағанша, әлгі қыз көзден ғайып болды. Секунд арасында қайда кетті деген оймен қыз тамбурды, коридорды, жан-жақты қарай бастады. Бірақ әлгі қыз ғайып болған. Бірақ түннің бір уақытында кірген, шыққан ешкім жоқ. Дыбысты анық естілер еді, егер біреу-міреу шықса немесе әрлі-берлі жүрсе. Сонда әлгі қыз дем арасында қайда жоғалды? Тіпті дәл жанында тұрды емес пе? Сонда өз көзіне өзі сенбей, жол серіктің купесіне бара жатқаны сол еді. Жол серікте сыртқа шығып, неге жатпай жүрсіз қарындас деді. Ол оған барлық жайтты қысқаша жеткізіп, тіпті әлгі көзден ғайып болған қызды сырттай суреттеп те берді. Бірақ жол серік, бұл вагонда сізден басқа қыз жоқ. Барлығы үлкен әйелдер мен жас балалар деп жауап берді. Ал бұл аң-таң күйінше купесіне асықты. Келе салып жатқаны сол екен, денесі енді тітіркенейін деді. Ойынан әлгі бейтаныс қыз шығар емес. Ол қыз тіпті ләм-мим деп тіл қатпағаны да бұның есінде. Сонда ол кім болғаны? Жын ба, пер ме, әлде шайтан ба? Ол арасы енді бір Аллаға аян. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті тыңдарман? Өз ойыңызды комментарийге қалдырады деп сенемін. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып, неге каналына подписаться етуді естен шығармайық.